Келесі iPhone-ның 14 және 15 серияларына тоқталамыз. iPhone 14 сериясында 4 модель болып шығады, бірақ бұл бөлімде мини бөлімі мүлдем жоқ. Оның орнына 14 плюс болып шықты. Яғни iPhone 14, 14 плюс және 14 Pro, 14 Pro Max болып 4 сериясынан шықты. Бұл жерде ерекшеліктер өте көп қосылған. Ең алдымен әрине процессоры жақсарған, одан кейін камерасында 48 мегапиксель Pro және Pro Max версияларында бар. 14 плюс версиясы Pro Max екеуінің диагональ экраны бірдей, және де аккумулятор сыйымдылығы жағынан бірдей. Ал 14 пен 14 плюстың процессоры екеуі бірдей болса, Pro мен Pro Max-тың процессоры, камера жақтары бірдей айырмашылықты құрайды. Жалпы iPhone-ның әр моделі шыққан сайын өзінің бір қайталанбайтын ерекше түсі болады. 14 Pro моделіндегі қайталанбайтын түсі ол Purple түсі, ал 15 Pro-дағы қайталанбайтын түсі ол натурал түсі болып табылады. Жалпы екі телефонның айырмашылықтарына тоқтала кететін болсақ, 14 версияға дейін iPhone Lightning зарядкасын қолданып келді. 15 версиядан бастап Type-C версиясына өтті. Корпусындағы айырмашылық металлический болып келеді, ал 15 Pro-дан бастап титановый корпусқа ауысты. Бұл не береді? Салмағы азайды және титановый корпустың сырылудан көбірек сақтайды металлическийға қарағанда. Одан соң басқа да ерекшелігі мынау шетіндегі беззвукаға қоятын батырмасын кнопка түріне ауыстырған болатын. Ішкі құрылымдарына келетін болсақ, аккумулятор сыйымдылығы екеуінде де ұқсас келеді. Ал процессоры iPhone 15-тен бастап A17 Pro процессорымен жақсартылған болатын. Және екі модельден бастап та Dynamic Island версиясы қосылған, яғни камерасы ортасында тұратын версиясы. iPhone 15 модельге тоқталатын болсақ, бұл жерде де iPhone 14 сияқты 4 модельден шыққан. iPhone 15, 15 Plus және 15 Pro, 15 Pro Max болып табылады. 14 Pro мен Pro Max-тан аккумулятор сыйымдылығы бойынша қатты айырмашылық жоқ. Процессорінен 15 Pro Max және Pro модельдерінде A17 Pro версиясымен шыққан, ал обычный версиясында A17 Bionic болып шыққан. Камера жағынан екеуінде де бірдей камера бар, бірақ 15 Pro, Pro Max модельдерінде зум, яғни жақындататын камера версиясы қосылған болады. Жалпы екі модельде де памяттері 128-ден 1 терабайтқа дейін құрайды. Бұл модельдерді қандай типтегі клиенттер сатып алады? Дәл қазіргі сәтте екі iPhone-ның да жаңа нұсқалары шықпайды, яғни өндірістен тоқтатылған. Бұл қазір бізде қолданыста болған модельдері бар. Яғни бұл iPhone ұстағысы келетін, трендтен қалғысы келмейтін, орта жастағы, яғни 25 және 35 жастағы қол жетімді iPhone ұстағысы келетін адамдарға нағыз керекті iPhone.